Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар, амансыздар ма? Мен жаңа неге бардым, Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы, Жаңғоныс көшесі 27/2 үй тұрғыны Қуаты Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Бүгіні 19 январдың обедтен кейін 2-3-терге жақын, сол 2-3-тер шамасында, 3-терден өте ма, 2-3-терде ма, сол сағаттарда прокуратураға барып арыз жаздым. Прокуратураға арыз жазғанда кеше сол декабрдегі айлық 17 күн істеген. Сосын 27 декабрге дейін істеген ғой, декабрь айында. Сосын расчетный ақшаны сол жайында жазып, сосын сіздерге жағы ол дейтін декабрде істеген, январда берілмейді, короче. Ол дейтін февралда аласын деп өздері біздердің банк солай деп айтқанда, әскери қызметші және тағы басқалар лауазымды ол егер адамдар сөйтіп айтқан. Енді сол кешегіде сол мен жағы декабрде істеген, мен сол 100 мыңнан бар деген 100 мың түсірдім, биписка алған, биписканы 100 мың теңге мен оны алған жоқпын. Менімше мен алған жоқпын ол ақшаны. Мен түсінбедім, бипискада 100 мың деп жазылып тұр. О ақшасын төледік. О ақшасын алдық біздер. 100 мың теңгені. 100 мың теңгесін алдық. Жаңағы кім атнет? 100 мың теңгесін алдық, декабрдегі алған. Сосын декабрде алғанды ақшасын алдық та, декабрде алғанда декабрдікін алған жоқпыз, жаңағындай премиальный алдық, ноябрдікін бір алдық айлық ақшасын, сумасын айтып өткеніміздей. Соны жазғанбыз, осылай, сосын менің документімді дұрыстап берсін. Әскери қызметшіге болып ауыстыр деп айтқанбыз, аэропортқа деп. Ол аэропортқа деп капитан мырза ол істеген, майор болып тағайындалған. Письмади ол дейтін менің документ, еңбек кітапшама, военный билетіме жаңағындай 4 сағат болмады деп жазып берген, мемлекеттік органға кіре алмайтын қылып тастаған, жұмыс орнына характері бар деп сөйтіп жазған. Менің документім дұрыстап бер деп прокуратураға барып жазғанбыз. Осылай дұрыстап берсін. Мен аэропортқа ауыстыр деп айтқанмын. Сенбесеңіз, менде запистер бар, сөйлескендер письмаде мен. Мені қарасаңыздар болады деп ойын. Бұл дейтін аэропортқа деген, менде аэропортқа деп мен былай түсінген бұл әскери қызметші. Аэропортқа деген түсінетін шығар әскери деп. Ол дейтін аэропорттың өзі деп айтқан. Өзі деп айтқанда письмаде солай деп түсінген. Сонымен түсінбей қалып, ол дейтін болмайды деген. Ол әскери болған кезде айтпадың ба дейді. Ол әскери деп мен көмек аға дейтін ағамыз бар еді, сол жерде көлік қатынастары болады, нормально көліктер барып тұр, қатынап тұр. Ондай ана жердегідей 35-02 болып жаңағындай Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қазақстан Республикасы сөйтіп жүрмейсің ана жерге. Таксиде жаңағындай таксилер тоқтамай қалып, или таксилерде жаңағындай сандалып ана жерде жүрмейсің деген. Соған ауыстыр деп айтқанбыз. Соған ауыстыр дегенде бұл дейтін жаңағындай қылып 4 сағат болмады, еңбек кітапшама, военный билетіме жазып берген. Мен енді жұмысқа мемлекеттік органға кірейін десем, характері бар, сөйтіп жазып берген. Мен соларды дұрыстап берсін прокуратураға бүгін барып жазсам, прокуратурада да бір қыз шықты, орта жастағы жағымен. Бірінші басында бардым, күзетші отырған. Мына жерде адам бар ма дедім. Қалай? Бір прокуратураға бір консультацияға бір кірсеңіз болады деді. Консультация ол келе ма, келмей ма, тұрып қалам ба деген сияқты. Ол жерде ол консультациясы да келіп қой, одан да келмейтін болса, ол осы жерде арызын жазып кетейін деп арызын жазып кеткенмін. Жазсам, жаңағындай әскери военный прокуратурадан дейма сіздерге шағым түсті дейді. Сіз осындай Қуаты Бауыржан шағым түсті, осындай
дейді. Енді шағым түспегенде енді жаңағы не дейді, жаңағы военный нелерде, военный прокуратурадағы ма бір жаңағы біреу хабарласты осы прокуратурадан алдын қызға тастап кеткен алдын. Сол айтады, жазғаныңыз бірінші класстың жазуындай дейді. Мен жазып түсіндіріп қойып қой, осындай менің ақшамды төлейсің, басқа не керек түсініктемеде. Соны жазсын, тағы информация керек болса маған хабарласын деген. Міне осындай енді уақытымды алып іркіп осындай қылып жатыр енді. Ол дейтін бүгін қаралу керек прокуратура, ол жібермей тағы келіңіз военный прокуратураға барылу керек деп бір айтқан маған. Одан кейін ол айтқан жоқ. Сол кезде қабылдап алу керек қой, мен қабылдайтын адам. Кетіп бара жатырғанын көріп отыр. Бір қабылдап ол қайтадан кетіп қалғаннан кейін неше уақыт өткеннен кейін кетіп қалғанын біліп, сол жерден Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы екенін біліп, сөйтіп хабарлап алыстан екенін біліп хабарласып тұр. Мен енді барып Түпқараған ауданына барып жүрмейтін шығармын осы прокуратура үшін. Осындай мәселелер. Мен қалалық прокуратураға жазып кеткем. Сол жазсам военный прокуратураға жаз дейді. Сонымен мен бүгін кешке қарай тағы хабарласып, мен баратын уақытым жоқ, уже кетіп бара жатырмын қалаға. Ертеңдері барамын дедім. Кетіп қалған кезде мұз болып жатыр дала дейтін. Жүру дейтін невозможно. Көрдіңіздер, құлап талып. Ондай шығып бармасаң, міне көрдіңіздер жағдайда. Осындай мұз болып жатыр. Оларға айтсаң жағындай деп аяқтан шалып осындай қылып жатыр. Енді жаңағы прокуратураға жіберген жоқ, бүгін жіберілу керек бұл дейтін. Хаттың бірінші класстың жазуындай военныйге жіберіледі, анау деп қалалық прокуратураға жазып, мысалы, ол дейтін прокуратураға жазған ең болғаны ғой, сол қарап беру, шешіп беру керек қой олар дейтін. Военный прокуратураға жазып, ол консультация береді, анау деп құр әңгімені көбейтіп аяқтан шалып. Міне осындайлар енді. Мен қазір енді ол кетіп қалдым мен сол жерден. Ол сөйлеп отыратындай, ол келе қоймайды консультациясы. Ол сол жерде болатын болса, міне уақытымды алып міне кетіп қалдым енді. Қазір Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылында келіп отырмын мен. Ертең барамын деп айттым енді. Міне осындай ситуациялар. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сендермен бірге болған Хиуа ханы, аты жөні ұлты Бауыржан Бек Бауыржан, табыны руы жоғарыдағы Түркістан Арыстанбап Бауыржан Бек Бауыржан, ол ер адам, табыны руы жоғарыда. Ақтөбе облысы Шұбарқұдық ауданы Қуат атасы туылған жері. Қоңырат город Дәуіт табын шөмішті Қарақойлы Лабағы руы Батыр ұлы ер адам мазары Қоңырат бәйекесі туылған жері. Бауыржан Бек Бауыржанның. Қоңырат город микрорайон дом 118 улица Кара деп былай ататырамыз. Каракалпакстанның бір подъезд 2 этаж 10-20 квартира Бауыржан Бек Бауыржан туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржан Бек Бауыржан, табын руы жоғарыда. Жарай, жақсы, рахмет, сау болыңыздар.